Ей, шигулдар. Осы аптаның соңына дейін ақша туасыздар дедім ба? Естімей тұр! Сен не? Итау өліпсің, а? Бергеш? Мұрат, көтегіміз. Мынау маған секірейін тұр ма? Камера қосылым ба? Кіші. Ана бала ауруханада жатыр дейді. Жағдайы ауыр дейді. Оған не дейсің? Сені спортсмен деп естігем. Енді не болатынын білесің бе? Бар тырнақтап жинағанды 1 минутта жоққа шығардым. Енді түрмеде шірейсің. Бабының 2-ші бөлігі қылмыс жасаған үшін кінәлі болып табылып 5 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды.